Маман болу. Кейде мен семинарға қатысушылардан қанша адам сату саласымен жұмыс жасайды деп сұраймын. Бұл бір жағынан қызықты, әрі адамның қалай жауап беретінін көреміз. Үнемі біреу бастап қол көтереді, содан кейін қалғандары да көтере бастайды. Сонымен семинарға қатысушылардың жартысы қол көтереді. Қалған адамдар менеджмент, бухгалтерия саласы болуы мүмкін. Содан кейін мен күлімдеп, қазір мұнда шынымен қанша адам сатылымда? Бұл жағдайда қатысушылардың әр қайсысы дерлік қол көтереді. Біз бәріміз күлімсіреп, әр қайсымыз әр күнді сатумен айналысатынымызды түсінеміз. Яғни кез келген жобаның өзі сатылымда болады. Азанда ұйқыдан тұрғаннан бастап, кешке ұйықтаймын дегенше, адамдармен кездесуде, келіссөздерде, оларды сендіре білумен, өз жобаңызды таныстыра білумен жұмыс жасайтын боласыз. Ең бастысы өткізе білу. Барлық үздік басқарушылар деп отырғанымыз мықты сатушылар. Менеджерлер өз жобасын өткізіп, іске асыру үшін мықты әдістер мен технологияны қолданады. Өкінішке орай, соңғы жылдар бойы жобаны сата білуде неше түрлі айла әдістер мен стигмалар өсті. Көптеген адамдар сату деңгейін төмен деңгейдегі қызмет түрі деп санайды және олар ұнатпайды. Тіпті сатумен айналысатын адамдардың өзі де. Шындығында колледждерде немесе университеттерде сату бөлімі бар, және 15 миллионға жуық америкалықтар өз өмірін біреуге сата отырып жұмыс жасайды. Яғни, бұл сату деңгейі әрі саласы өте мықты дамыған деген сөз. Сатушылар бұл бизнес саласындағы қозғалтқыштар мен шайқастар. Олар барлық өнімдерге деген сұранысты тудыратын негізгі мамандар. Сатудың барлық сәтті әрекеттерінің негізі бос орындардың талдауы деп аталады. Бос орындарды зерттеп, қарап бақылау, сіздің идеяңыз бен қызметіңіз клиент үшін не істей алатынын анықтайды, және оны мұқият қалай ұсыну керектігін зерттейді. Яғни, сатып алушылар еш өкінбейтіндей, және еленген дүниесіне риза болғысы келеді. Кез келген нәрсені істеуге немесе сатуға көндіруде өте пайдалы мотивация беретін VK деп аталатын теория бар. Ендеше сезінудің қанағаттанбауы жағдайын білдіреді. Бұл адам өзінің ағымдағы жағдайына қанағаттанбайды дегенді білдіреді. Үлкен қанағаттанушылық күйі болып табылады. Қазіргі жағдайдағы сезімнен қанағаттанбауы босатылса, адам қалағанына қол жеткізе алады. Бұл VC теориясындағы өнім, қызмет, идея, әрекет немесе өнімді сатуда өткізе білуде белсенділік таныту. Сіздерге бір мысал келтірейін. Мен өз көлігіммен өзімді күшті әрі жақсы сезінетін едім. Ол жақсы көлік болатын. Шындығында бізде көбісі көлік алып, оны қымбаттау етіп қайта сатады. Негізінде оны сатпай-ақ жалға беріп, оның үстіне өзіңіз де пайдаланып, екі есе пайда көруге болады. Тағы бір мысал, егер сіздің сиырыңыз болса, оны қымбаттау етіп сатқанға қарағанда қолыңызда бағып, сүтін, айранын алсаңыз, оны сатып та ақша тауып, өзіңіз де азық ретінде пайдалана аласыз. Тіпті керек болса, кейін оның бұзауы болып, саны көбейгенде көбірек пайда келеді. Міне, менің сауда-саттық бойынша сатушым қолданатын бос орындардың талдауларындағы негізгі ұстанымдар. Неше түрлі әдіс, техниканы пайдалана отырып, кез келген нәрседен өтімді дүние жасауға болады. Шындығында, сатушы ретінде сатушыға қарағанда көп проблеманы қарастыруыңыз керек. Проблеманы шешуде фокус таныту керек және шындық пен идеяны бағалай білу керек. Клиентпен немесе перспективадағы мәселе әлдеқайда көп болса, потенциал соғұрлым жоғары болады. Адамнан сұрауға болады деген ең маңызды сұрақтардың бірі, қиындық сізді қаншалықты бағалайды. Оған көмектесуге тырысыңыз, бірақ айқын, тікелей шығындар ғана емес, сондай-ақ айқын емес, жанама шығындарға да. Тағы қиындықтың негізгі салдары неде? Сіз үшін қиындықтың негізгі мәні неде? Бұл жеке өміріңізге, жұмысыңызға қалай әсер етеді? Ең тәжірибелі деген сатушылар шағын аралықты табуға қабілетті, содан кейін оны үлкен кеңістікке кеңейтеді. Ойлана отырып сұрақ қою арқылы болашақта болатын қиындықтардың алдын алуға, проблемаларды шешуде қабілетті болады. Барлық адамға дерлік керек ең терең сана сезімінің бірі өзін өзі бағалай білу құндылығы. Өзін бағалауды және оны іске асыруда адамдарға көмектесіп, оны арттыруға болады. Сондай-ақ өз тәжірибеңізді бөлісе отырып көрсетуге, сатылатын кез келген дүниенің маңызды екенін және оны өзі жақсы көре отырып, тұтынушыға аса ерекшелікпен ұсына ала білуі керек.